Өзім қазір мен біреуден сұраған жоқ, мүгедекпін деп. Даже үлкен қызым намыстанып жылады. Папа, мен айлығымды берейінші, қарсыншы ел деп. Су мәселесі бұдан биыл 3-ші жылға кетті мен. Соны істеп жатқан бір әкім жоқ қой. Соны ойлап жатқан бір адам жоқ. Енді сол үшін неме біз тұрылып қырылысуымыз керек па, мылтық алып шығуымыз керек. Осы халықтың ашуы осыған келеді ғой, бәлем бар. Ақша бөлінбесе, осының көшені келіп трактор қазама. Ол бар жерге жеп қойды ғой. Бізге немесі тоқтатып су керек. Баяғы совет өкіметінің осы көшенің барында су болды. Ана бұрышқа шейін су сарқырап тұрады. Енді 21-ші ғасырда су болмайтын не болып отыр? Міндетті түрде ең бастысы мына халықтың жағдайын жақсарту. Мына мемлекет шиновниктердің халыққа адал қызмет етуін мәжбүрлеу керек. Біз осы мәселені көтереміз. Сіз айтқан мәселе өте дұрыс. Жақсы жұмыс орны болу керек, ауыз су болу керек, баспана, жер учаскелері болу керек, 20 соткадан беріліп, жұмыс болу керек. Сіз дұрыс айтасыз.